не ішеді? Сүт ішеді. Ал менің мамам алманың шырынын ішеді, өйткені ол дәрігер. Ал менің мамам қан ішеді. Өйткені ол мұғалім. Әдебиет. Ой, балалар. Тексеріп келген жатыр комиссия. Біздің басымыздан бастап аяғымызға дейін, түп тұқиянымызға дейін тексерем деп жатыр. Балалар, ескертіп қояйын. Нұржан барсың ба, Нұржан? Нұржан, сенің өлең шығаратын өнерің бар еді ғой. Директорды мақтап, орынбасарларын мақтап, һәм мұғалімдерін мақтап, мына мені мақтап, жақсылап өлең шығарып жіберші. Қатырамыз мұң апай. Нұржан, қатырасың ғой, әрине, ескертіп қояйын деп жатырмын. Ана, әсіресе мені көргенде сенің бір диспемизмдерің, балағат сөздерің бар еді ғой. Егер де айтқың келсе, нана деп айтып бет. Ұқтың ба? Жақсы. Қатырамыз ба? Келе жатыр, орынбасар Бекболатұлы келе жатыр. Саламатсыз ба? Отырыңыз. Міне 11 сыныпта өте өнерлі балалар отыр. Қазір өнерді тамашалайсыз. Үй тапсырмасы? Бақыт айта қойшы үй тапсырмасын. Өлең жаттау. Нұржан айта қойшы өлеңіңді. Апай, дәптерден оқуға бола ма? Болады. Үй тапсырмасы ғой ол. Орден, медаль толған апай, бізге ұстаз болған апай, шәкірттерді оқытудан шаршамаған Тоғжан апай. Дарын ғой, талан. Келесі өлеңім директорға арналады. Өзге талап тәртіп қазір, өрге келіп тартып қазір, тізгініне бұл мектептің ие болған Ғалия қазір. Келесі өлеңім апай мынау сізге арналады. Апай, келеміз ғой балап сізді, әділдіктің көсеміне бай баласы Сабыржанды. Тарлан дейсіз, талантсызды, тума талант, ақшасыз, көз келмесіз, осы сізді апай. Ой, ескертіп қойғаным қандай жақсы болған, әйтпесе жеті атамның түгін қалдырмаушы еді. Биология. Майя, мен битті ғана оқыдым. Егер басқа сұрақ келсе, маған айта қойшы. Оқи тұрайшы битті. Май басып, неге сөйлеп отырсың? Емтихан басталды, тыныш. Қане май басып, сен дайынсың ғой деймін, осы сұрағыңды ала бер. Дайынсың ба сұраққа? Жауап беруге болады. Биттің құрылысы, бит жәндік болып табылады. Оның ең көп шоғырланған мекені шаш немесе жүн. Оның арғы тегі сірке. Оның ар жағында жабысқақ жатыр. Биттің ақ, қызыл, сары, жасыл түрлері болады. Жақсы. Сен бұл сұрақты қойын. Келесі сұраққа көшші. Апай. Келесі сұрақ қой ғой. Қой, ол мынау 4 түліктің бірі болып табылады. Ол 4 аяғы бар оның. 2 көзі бар. Айыр тұяқтыларға жатады. Жүні бар. Жүннің арасында бит бар. Битті, оның көп шоғырланған мекені жүн немесе шаш, ол жүндіктердің арасына жатады. Оның арғы тегі сірке. Оның ақ, қызыл, жасыл түрлері болады. Жақсы, май басып, жақсы дайындалыпсың. Енді балықтың құрылысын айта бер. Үшінші сұрағың сенің балықтың құрылысы. Балық суда бол мекен дейді. Желбезегі бар. Дұрыс. Қабығы бар. Егер қабығы болмаса, жүн болушы еді. Жүннің ішінде бит болушы еді. Биттің жәндіктердің арасына, жәндіктердің қатарына жатады. Оның ақ, сары, қызыл, жасыл түрлері болады. Итті жақсы тексерген екенсің, тегінде білен екенсің. Өзің қайдан жаратылдың, соны айтшы. Иттен? Қайдағы ит? Атам ғой менің ылғай, иттің баласы дейбі. Әй майбасы, бейтін де құрсын, баршы өзі. Апай неше қойдыңыз? Осылай ылғайды. Үндемейді, сосын барып жылдың 90 аяғын үшті қоясылы. Ой, осы 6-шы сабақта шаршап кетемін.
Алтыншы сабақты жек көретінім дай осы. Балалар, үйге берілген тапсырманы кім айтады? Бақытқы сен жақсы білмейді екенсің. Май айтшы. Квадрат түбірді табу. Ой, маядай жақсы болмайсыңдар ма? Қисық басып, квадрат түбірді таптың ба? Орындадың ба тапсырманы? Жоқ апай. Неге таппадың? Таба алмадым апай. Неге таба алмадың енді? Таба алмадым. Айтшы себебін. Неге таппайсың? Апай, оны осыдан бәле жыл бұрын менің әкеме де беріпті сол тапсырманы. Әкем әлі дейін таба алмай жүр. Маған соны сен де таппайсың деді. Мен қалай табам апай? Ой, қисық басыбай, тақтаға шық. Тақтаға шыға ғой. Таппасаң енді тақтаға шық. Бәріміз іздейік. Жаз. 2 көбейту 2 тең 4. Жаздым апай. Шеш. Астына шеш. Шешілмейді апай. Қисық басып шештің ба? Шештім апай. Енді оны 2-ге бөлші. 2-ге бөлі ғой. Бөлінбейді апай. Көмекке қойшпай, көмекке келші аны. Досыңа көмектес. Иә, сен пысықсың ғой осы кластағы, ең пысық сенсің, білімдісің өзің. Бөлінбейді апай.